Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін ағылшын тілі бойынша байқау практикасына дайындық атты оқу тәжірибеміздің тақырыбы келесідей: шетел тілін оқытудың технологиялары, оның ішінде жобалау технологиясы, Project Technology. Сабағымыздың басты мақсаты бұл сіздерді болашақ оқытушылар ретінде жобалау технологиясымен таныстыру, оны өздеріңіздің ағылшын тілі сабақтарыңызда қандай мақсатпен қолдануға болады және оның маңызы қандай екенін білесіздер. Еліміздің шет тілдермен қарым-қатынасымыз күшейіп отырған қазіргі кезде оқушылардың шетел тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру әрбір шетел тілі мұғалімінің міндеті. Шәкірттерінің сабақтағы белсенді іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ойлау, шығармашылық ізденіс қабілеттерін дамыту арқылы білім сапасын көтеруде оқытудың жаңа технологияларын пайдаланудың мәні зор. Ағылшын тілі сабақтарында қолданылатын жобалау әдістемесі оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге, сабақта алған білімдерін іс жүзінде қолдануға көмегін тигізеді. Жобалау әдістемесімен жұмыс жасау барысында оқушылар мына жағдайларды үйренеді. Бірінші, берілген тақырып бойынша туындалған проблемаларды шешуге. Екінші, өз ойларын дәлелдеуге. Үшінші, берілген тақырып бойынша өз пікірлерін айтуға үйренеді. Жобалау әдістемесі бойынша істелетін жұмыс бірнеше кезеңдерден тұрады. Бұл кезеңдерді қарастырып өтейік. Мұғалімнің көмегімен оқушылар істейтін жұмыстарының мақсаттарын белгілеп, проблемаларды анықтайды. Әртүрлі сызба, сурет, мәтін, тағы басқа жобаға қажетті материалдарды жинастырады. Істейтін жұмыстың жоспары жасалып, топ мүшелері өздеріне нақты тапсырма алады. Әр топ өздері белгілеген жобаны жасап дайындайды. Оқушылар лексикалық, грамматикалық, ойлау, оқу, сөйлеу қабілеттерін дамытатын жаттығулар орындап, білімдерін жетілдіреді. Туындаған проблемаларды шешуге, жобаны жасауға әдіс, тәсілдер мен жұмыс түрлерін анықтайды. Жұмыстың қорытынды кезеңінде оқушылар дайындаған жобаларын қорғап, пікірлерін дәлелдейді. Міне жобалау әдістемесі осындай 5 кезеңнен тұрады. Яғни, студенттер, сіздер өз сабақтарыңызда бұл жобалау технологиясын қолданған кезде осы 5 кезеңді ескеру керексіздер және осы 5 кезеңнен өту керексіздер. Американың философы және педагогы Джон Дьюи жобалау әдісінің авторы болып есептеледі. Джонның идеяларын оның көптеген шәкірттері мен ізбасарлары дамытып жаратты. Ең алғашқы жобалар оқушыларды шынайы еңбек әрекетіне, яғни өндірісте немесе ауыл шаруашылығына кешенді түрде араластыруға әрекет жасады. 60-70 жылдары жобалау әдісінің жаңа баламасы сынып сабақ жүйесі пайда болды. Қазіргі кезеңде осы жүйе шетел тілін оқытуда және оны оқыту әдістемесінде кеңінен қолданылады. Ағылшын тілін оқыту әдістемесінде қолданылатын жобалау әдісінің принциптері. Жоба идеясының шынайы өмірімен байланысы. Жобаны орындауға қатысушылардың барлығының бірдей қызығушылығы. Мұғалімнің кеңес беру үйлестіру функциясындағы жетекші рөлі. Жобалау жұмысына қатысушылардың өзін-өзі ұйымдастыруы мен жауапкершілігі. Қажетті нәтижеге қол жеткізуге ұмтылу. Жобаның жеке пәндік және пәнаралық сипаты. Уақытша жобаның құрылымы және аяқталуы. Міне осындай принциптерді ағылшын тілі мұғалімі өз сабағында жобалау технологиясын қолданғанда ұстанады. Кез келген жобаның идеясы қалайда шынайы өмірмен байланысты болуы керек. Шетел тілін оқыту әдістемесі үшін ол мектепте өтетін шетел тілі сабақтарын өткізу, іс тәжірибесі және сол практикамен байланысты шаралар. Мектептегі шынайы өмірді бақылаудың басты өзегі педагогикалық практика. Мектеп мұғалімдерінің сабақ беруін, тәжірибесін зерттеу, сонымен қоса машықтердің тәжірибе алуы. Осы айтылғандардың барлығында да жобалау әдісін қолдануға болады.
Жобалау жұмысын орындау кезіндегі барлық оқушылардың қызығушылығын ояту дегеніміз жобалау жұмысын жоғарғы деңгейде және тиімді түрде өткізу. Жобалау жұмысына қатысушылардың барлығының қызығушылығын оятатын идея табу бұл жобаның ең күрделі міндеті. Жобалау әдісінің ең алғаш қолданған кезде көбіне мұғалімнің өзіне оның идеясын қойылым көрсету арқылы жасау керек. Бұрын бұндай жобалау жұмысы жүргізілмеген топта алдын ала бұл жұмыстың негізгі ұстанымдары жайлы айтылып талқылануы керек. Басты мақсат оқушыларды өздері әлі келетін идеялары арқылы қызықтырып, оларды талпындыру керек. Жобалау жұмысының әрбір кезеңінде мұғалімнің рөлі өзгеріп отырады. Жобалау жұмысын дайындау кезінде жобаның идеясын көрсету, қойылым жасау, немесе оқушылардың жобалау идеясын өздері ойлап табуына жағдай жасау. Алғашқы жоспар жасауға көмектесу, яғни іріктеу ұйымдастырушылық функция атқарады. Жобалау жұмысын қою кезінде мұғалім көмекші, жекелеме сұрақтар бойынша кеңесші, қосымша ақпарат көзі болады. Жеке кішкентай топшалармен жобалау жұмысына қатысушылардың барлығын үйлестіріп отырады. Жобалау жұмысының қорытынды кезеңінде мұғалімнің бағалау функциясы артады. Себебі жұмыстың нәтижесі шығарылатын кезде мұғалім дербес эксперт ретінде қатысады. Міне студенттер, сіздер өз сабақтарыңызда жобалау технологиясын қолданғанда өздеріңіздің рөлдеріңіз қандай болу керек екенмен таныстыңыздар. Келесі жобалау технологиясын іске асырған кезде біз екі кезеңнен тұратын жұмысты атқарамыз. Бұл жобаға қатысушылармен бірге мұғалімнің бірлесіп істейтін әрекеттері, оған жобалау жұмысының кейбір кезеңдерін бөліп алып, оны рет-ретімен орындау. Кішкентай топшаға қатысушылардың санын анықтау, жұмыстың қанша уақыт алатынын анықтау мен аралық және соңғы нәтижелерді ұсыну. Кішкентай топшалардағы жұмыстардың өзін-өзі ұйымдастыруы, оған мұғалімнің қатысуының жұмысты өздері жоспарлауы жатады. Мысалы, кішкентай топшалардағы оқушылардың барлығына бөлінетін міндеттер, қажетті тапсырманы орындау мерзімі, есеп берудің формасы мен тәртібі. Орындау барысында жобалар кішкене, орташа, үлкен болып бөлінеді. Кішкене жобалар 2 сағаттан 6 сағатқа дейін созылады. Орташа жобалардың мерзімі 40 сағатқа дейін, тіпті семестр бойы немесе бүкіл педагогикалық практиканың басынан аяғына дейін жалғасуы мүмкін. Ал үлкен әдістемелік жобалардың орындалу мерзімдері 1 аптадан 1 айға дейін немесе 1 айдан бірнеше айларға созылуы мүмкін. Ал енді, студенттер, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, бұл жобалау әдісімен жұмыс жасау әрбір оқушының жұмысқа деген жауапкершілігін арттырады. Шығармашылық қабілетін дамытып, оқытудың түпкі мақсаты білім сапасын жақсартуға үлкен ықпалын жасайды. Құрметті студенттер, сіздер бүгінгі сабақта өздеріңіздің ағылшын тілі бойынша сабақтарыңызда қолдана алатын технологияның түрі, яғни жобалау технологиясымен түпкілікті және толық таныстыңыздар деген сенімдемін. Бұл жобалау технологиясын сабақтарыңызда қолдануларыңыз керек және бұл технология арқылы көзделген барлық мақсаттар мен нәтижелерге жетесіздер деген сенімдемін.